Ассалаумағалейкум, қадірлі Казспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда көкпардан ересектер арасындағы Қазақстан Республикасының кезекті чемпионаты. Бұл 17-ші рет қатарынан өтіп жатыр, және бұл чемпионатты биыл Алматы қаласы қабылдаған болатын. 2017 жылдың чемпионатын. Сонымен бүгін өте тартысты ойын, өткені 3-ші орын үшін бақталастырады. Маңғыстау облысының Адай-ата көкпар командасы және Атыраудың Нарыны, Батыстың қос командасы. Әрине, мұндай жағдайлар соңғы кездері көп жиі орын алып жүр. Сонымен Адай-ата көкпар командасын таныстыра кетейік. Бірінші нөмірде Дәулетбек Умбаев, екінші нөмір Ермек Көбей, үшті Темірлан Сейітбеков, Ербол Ермағамбетов, Болатбек Әлімбетов, Ғалымжан Мұстафаев, Ұланбай Түреев, Ынтымақ Әліпбаев, Шымболат Ақпаев, Александр Пупенко, Бақытжан Әзімбай, Мұсабай Сәрсепбаев. Ал Атыраудың Нарын көкпар командасымен таныстыра кетсек, бірінші нөмірде Ерал Тойчиев, екінші нөмір Рауан Жарменов, үшінші нөмір Төлеген Көмпейсов, төртінші нөмір Алтынбек Ибрагимов, бесінші нөмір Ағабек Бердіқұлов, алтыда Нұрболат Бөлеген, Серік Қарагөзиев, Болысбек Мейірбек, Әділхан Уайдашев, Алмат Жүнісов, Жаслан Айтбай және Мейіржан Жәрменов. Қадірлі телекөрермен, ортадағы төреші, ұлттық дәрежедегі төреші, көкпардан еліміздің 9 дүркін чемпионы, Азия чемпионы Нұрдәулет Момынов, және қапталдағы төрешілер, оның көмекшілері Нұрдәулет Момыновтың Ақылбек Меңдіғалиев, Зиябек Жеткеров және Әлтай Жұмабеков. Қадірлі телекөрермен, сонымен Маңғыстау облысының Адай-ата көкпар командасының жаттықтырушысы Бақытжан Кенжебеков екенін айта кетейік. Жалпы Бақытжан Кенжебеков осы көкпарда төрешілік қызметте атқаратын азамат, және команданың жетекшісі Қанағат Сүйебаев, осы Маңғыстаудың Адай-атасының бірден бір ат шығуына септігін тигізген азамат. Осы Қанағат Сүйебаев көкпарды қолға алғалы бері оң өзгерістерге жалпы Адай-ата көкпар командасының сапында оң өзгерістер болғанын айта кеткеніміз жөн. Сонымен Атырау облысында команданың жаттықтыратын Төлеген Көмпейсов, ал команданың жетекшісі Руслан Төлеген. Жалпы осы ұлттық спорт маңайында жүрген ең жас азаматтардың бірі. Жақында ғана болса Руслан Төлеген және Асланбек Жамбала сынды азаматтардың бастамасымен Атырау облысында жаппай көкпар өткен болатын, және оның да арнайы репортажын Казспорт телеарнасының эфирінен біздің көрермендеріміз тамашалады. Сонымен көкпарды қалай дамытсақ болады дейтін сауалдың жауабын жан-жақты іздеп жүрген қос облыс, ол Маңғыстау мен Атырау, бүгінде соның бір шешімін, жауабын тауып қалған сыңайлы. Өйткені екі команда, міне өздеріңіз көріп отырсыздар, жартылай финалға дейін жетіп, жартылай финалда бірі Жамбыл облысына жеңілсе, екіншісі Оңтүстік Қазақстан облысынан аттарын оздыра алмаған жайлары бар. Десек те осы екі қос облыс бір-бірімен дәл қазір үшінші орынның жүлдесін сарапқа салып жатқан жайы бар. Сонымен Маңғыстаудың Адай-атасында да, Атыраудың Нарын көкпар командасында да жасыратыны жоқ. Өзге облыстың, яғни еліміздің оңтүстігі, Шымкент, Жамбыл облыстарының жігіттері бар. Оны жасыратын дәнеңе жоқ. Бұл маңыздысы емес, маңыздысы осы өңірдегі көкпардың дамуы. Бүгінде Маңғыстаудың да, Атыраудың да жігіттері тек осы Оңтүстік Қазақстан облысынан, Жамбыл облысынан құралған жігіттер деп айта алмаймыз. Көпшілігі өз өңірінен шыққан. Маңғыстаудың қатарында да, Атыраудың қатарында да сол Жайықтың жағасының, Каспийдің жағасының ауасын жұтып өскен жігіттер бар. Десек те толық құрамда емес. Сондықтан бұл жерде енді анау айтатындай бас ауыртатын жағдай деп айтуға болмайды. Бастысы нәтиже көрініп тұрады. Міне, қазір маңғыстаулықтар Серкені өз тақымдарына басып алғанын көріп отырмыз. Және бұл Серкені тақымға басқан Александр Пупенко секілді. Тағы бір айта кететін дүние, қадірлі телекөрермен, Маңғыстаудың да, Атырау облысының Нарын көкпар командасының да
сапында өнер көрсететін біраз жігіттер ұлттық құраманың қатарында. Көкпардан атап айтатын болсақ, мысалы Ермек Көбей Маңғыстаудағы, Ұлан Байтөреев, Александр Пупенко сияқты жігіттер осы ұлттық құраманың сапында өнер көрсетеді. Қуанышбек Құрамаевтың тәлімгерлігінде. Атырау облысынан да осы Рауан Жарменовтер, Жасұлан Айтбайлар ұлттық құраманың жалпы қосалқы құрамында жүрген азаматтар екен айта кеткеніміз жөн. Сонымен қазір Маңғыстау облысының алғашқы шабуылы дәл қазір сіздердің алдарыңызда. Мәре сызығының тура жиегінде Серкен тақымға басып маңғыстаулықтар дайын тұры. Сәл ғана мүмкіндікті берсе нарының жігіттері, онда бір салыммен алға осып кетпек ойлары да жоқ емес секілді. Алайда Тасқамал қорғанысқа бекінген атыраулықтар Серкені өз тақымдарына басып алуға қайта-қайта ұмтылып жатқанын көріп отырмыз. Және одан қандай нәтиже шығады екен көрейік. Әзірге ешқандай да есеп ашылған жоқ. Міне қазір Нұрдәулет Момынов Серкені ортадағы шеңберге тастатады. Жекпе-жек сайысын бастайды. Және жекпе-жекке шыққан Темірлан Сейітбеков пен Болысбек Мейірбек. Темірлан Сейітбеков осы Жамбыл облысының Қаратау дейтін ауылы бар Жамбыл облысында. Сол ауылдан шыққан Бақыт Сейітбеков есімді кезінде Жамбыл облысының әулиатасының сапында өнер көрсеткен палуанның баласы. Және Темірлан Сейітбеков болып бүгінде Маңғыстау облысының намысын қорғап жүрген жайы бар. Қазір атыраулықтар Серкені қайтадан тақымға басып алған өз тақымдарына. Бірақ маңғыстаулықтардың да қорғанысы өте тамаша екенін көрдік. Нәтижесінде Серкені ойын алаңның сыртына шығарып жіберді. Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы. Мұсабай Сәрсебаев пен Болысбек Мейірбек шыққан екен. Болысбек Мейірбек және Серік Қарагөзиев сынды жігіттер 7-ші және 8-ші нөмірдегі осы Атырау облысының құрамында көбінесе жекпе-жекте өнер көрсететін азаматтар. Маңғыстау облысынан осы Мұсабай Сәрсебаев бар дәл қазір шығып тұрған. Және Темірлан Сейітбеков жекпе-жекте көп тұрады. Арасында тіпті Александр Пупенканың да шығатын уақыттары болады. Міне қазір десекте Болысбек Мейірбек Серкені өз тақымына басып алды. Болысбек Мейірбектің тақымында әлде болса Серке қазір тормен тура шабуылға көшкен кезде. Ай, әттеген ай. 7-ші нөмірдегі Маңғыстаудың ойыншысы Ұлан Байтөреев қазір қорғаныста өте тамаша өнер көрсетті. Аттан құлағанмен ардан құлаған жоқ. Өздеріңіз көрдіңіздер. Барын салып жығылды, сүрінді, құлады. Бірақ салым салдырған. Басты мақсат сол қорғаныста өнер көрсетудегі. Темірлан Сейітбеков пен Болысбек Мейірбек қайта шыққан екен жекпе-жекке. Тағы да нарының жігіттері Серкені өз тақымына басып алуға тырысқан. Бірақ Серке ортада шеңбердің сыртына шығып кеткеннен кейін бұл жерде барлық команданың мүшелері бірдей атсалыса беруге болады.
Серке әлде болса жерде, міне атыраулықтардың Серкені жерден көтеріп алғанын көрдіңіздер. 11-ші нөмірдегі Жасұлан Айтбай қазір Серкені өз тақымына басып алған, бірақ мәреге жақындатар емес. Маңғыстаудың от кеуде жігіттері Серкенің жан-жағынан жармасып ұстап алып жатыр. Әйтпесе мәре сызығының үстінде ақтырай, шіркін Жасұлан Айтбай мекен бұл. Өте тамаша. Бұл салым қадірлі телегөрермен. Атырау облысы алғашқы есепті ашты. 1997 жыл туған. Шабандоз Жасұлан Айтбай Сарғасқа деп атаған екен тұлпарын. Бірақ күрең қасқа секілді. Не болса да алғашқы салым ашылды. Ойынның бірінші кезеңінің тура бел ортасында 10-ші минутта Жасұлан Айтбай алғашқа салым салып отыр қадірлі телегөрермен. Тағы да Атыраудың жігіттері бұл жолда Серкені жерден көтеруге тырысқан. Алмат Жүнісов Серкеге келген еді, бірақ қазір Серік Қарагөзиев Серкені тақымға басып кетті. Серіктің тақымындағы Серке берік тұралар мекен, бірақ Серке тақымда тұруын тұрды, бірақ ойын алаңның сыртынан ығыстырып шығарып жіберді маңғыстаулықтар. Маңғыстаулықтар енді есе қайтаруға тиісті. Бұл 3-ші орын үшін талас қадірлі телегөрермен, сондықтан айта кетейік. Келесі ойында амандық болса Жамбылдың құлагері, Әулиеатасы мен Оңтүстіктің құлагері ойнайды. Александр Пупенко міне шыққан екен Болысбек Мейірбекке қарсы. Александр Пупенко ұлттық құраманың мүшесі, көкпардың әлем чемпионатында финалдық ойында Қырғыз құрамасына салым салған ойыншы. Былтырғы көшпенділерде де өте тартысты өнер көрсеткен. Енді сақа ойыншылардың бірі. Ұлты украин болғанмен шаны қазақ, жүрегі қазақ. Тілін қазақшалап жүр қазіргі таңда. Мейірбек Болысбекке расменде бүгінгі ойында жекпе-жек сайысында тең келетін ешкім жоқ секілді. Мұсабай Сәрсебаев шықты ала алмады, Темірлан Сейітбеков шықты ала алмады, Александр Пупенко шықты ала алмады. Аттан ба, адамнан ба белгісіз. Міне қазір атпен қоса адамның да құлағанын көрдіңіздер. Тиісінше Серке жерге қалды. Болысбек Мейірбек Серкені жекпе-жекте алғанымен соңына дейін жеткізе алмағанын көрдік. Аттан құлақ қалды десек те аса бір қатты ауыр жарақат алмағанын байқап отырмыз. Ойын ережесі бұзылды ма жоқ па, ол төрешінің еншісіндегі дүние. Қазір байқасаңыз қадірлі телегөрермен, маңғыстаулықтарда шетінен сыпырылып аттан құлап отқан жайлары бар. Міне Атыраудың жігіттері Серкені тақымға басып шығып кетті. 11-ші нөмірде бұл да Жасұлан Айтбай қадірлі телегөрермен. Дәл мәре сызығының үстінде бұл салым болуға тиісті, және салым. Жасұлан Айтбай есепте еселеді. Жарайсың батыр. 1997 жыл туған шабандоз. Сарғасқа дейтін тұлпарымен ойынның 14-ші минутында 2-0-ге жеткізіп кетті есепті. Бұл да болса, осы Жасұланның бүгінгі бағының шауып тұрғанын білдірсе керекті. Енді бабы келіспей тұрған көкпар жоқ. Есекте бағы жанып жатқан жайы бар. Маңғыстаулықтар қарап қалар мекен. Батыстың қос облысы. Жалпы айта кетейік қадірлі телегөрермен, кейбір уақыттарда жалпы Қазақстан Республикасында үлкен чемпионаттар жоқ кезде және республикалық турнирлер аз кезде, дәл осы Маңғыстаудың Адай-Атасы, Атыраудың Нарына, Ақтөбенің Тайбұрылы деген сияқты командалар бір-бірімен өзара бақ сынасады. Өздерінің
жаңағы аймақтық чемпионаттары бар дегендей. 9 нөмірдегі қазір Әділхан Уайдашев Қаранарға отырғызылды. Төрешінің шешімімен ортадағы төреші Нұрдәулет Момынов оны аттың қапталымен кеп соққан үшін ойын алаңынан шығарды. 3 ойыншымен ғана Нарын жігіттері өнер көрсетуде. Бұл маңғыстаулықтар үшін үлкен мүмкіндік. Мұндай мүмкіндік әрбір сәтте туа бермейді. Қазір төрешінің ысқырығы естілді, өйткені 1 минуттың ішінде Серке жерден көтерілген жоқ. Мұндай уақытта тиісінше ортада жекпе-жек сайысы болады. Ортадағы шеңберде жатқан Серкеге Қос облысының жігіттері таласуда. Екеуі де бір сираққа жармасып тұрған жайы бар. Қазір қос сирақтан ұстады. Екінші сирақ емес екен. Міне Атыраудың жігіттері Серкені тақымына басып алғанын көрдіңіздер. Мейірбек Болысбек жаңа ғана жарақат алып қалған сияқты көрінгенімен қайтадан ортада жекпе-жекте жүр. Мейірбек Болысбектің тақымындағы Серкені маңғыстаулықтар тартып алуға тырысқанмен одан ешқандай қайран болмады. Әзірге Серке атыраулықтардың тақымында. Міне қазір Ералы Тойчиев тағы бір керемет шабуылды ұйымдастыруға көшкенін көрдіңіздер. Ералы Тойчиевтің тақымында Серке және жалғыз өзі мәреге жақындауға тырысқанымен аттың жылдамдығы жетпей қалды, және бұл салым болуға тиісті. Аят деген ай, әлде салым бекен, көрейік. Жоқ, салым жоқ. Ортадағы төреші салымды санамады, өйткені Ералының тастаған Серкесі тура мәре сызығының жиегіне тиіп жатыр. Сәл ғана сирағы тиіп жатса да саналмайтын білесіздер. Өйткені көкпардың қаталдығы, бұл ереженің ауырлығы осы да. Нарын 3-0-ге шығартып саушы еді дәл осы салым саналғанда. Енді Ералы Тойчиевтікі кішкене болады ғой енді ондай сәттер. Десек те әккі спортшыларға көбінесе кешірмейтін жағдай, өйткені Серкеде жалғыз өзі, Серкені ұстап, жалғыз өзі мәренің ішінде тұр. Сөйтіп тұрып, дәл ортаға тастамау бұл енді Ералы Тойчиев сияқты спортшылар үшін кешірмейтін дүние. Енді ғана көкпар шабуылшысы бір сәрі дейсің. Десек те сол олқылықтың орнын толтыруға мүмкіндігі бар. Мейірбек емес, Нұрболат Бөлеген қазір ортаны қақ жарып Серкені алып суырылып шығып еді. Аттың тізгіні айналып кетті. Осылайша Серке ойын алаңының сыртында қалды. Есеп 2-0. Нарын алда келеді Атыраудың жігіттері. Мұсабай Сәрсебаев міне Серкені тақымға басып алды. Мұсабай Мейірбекті алдайым деп алданып қалғансың, айылма қалай өзі. Ал тартыс, міне қара күштің нағысын алатын кезі. Ай шіркін. Иіріліп, екеуі бірде екі жақтан тартып. Мінекей қазір Мұсабай Сәрсебаевтың тақымында қалды Серке. Мұсабайдың тақымына түскен Серке шығып кетуі қиындау, өздеріңіз жақсы білесіздер. Ералы Тойчиев қанша тырысқанмен де Мұсабай Сәрсебаев қолын үсіп тастаған көрдіңіздер. Мұсабай әйтеуір ақырын жүріп, анық басып, мәреге қарай жақындап келе жатқанын көріп отырсыздар. Әркім өз мәресіне тартады. Каспийдің мәресіне қарай Мұсабай Сәрсебаев қазір Серкені басып келе жатқан жайы бар. Ортадағы бөгет атыраулықтары қайта-қайта шығып, бұл шабуылдың қабырғасын сөгіп жатыр. Десек те ақырын міне мәрегеде жақындап қалды. Мұсабай Сәрсебаев алға шығып кетуге мүмкіндігі ала алмады. Міне қарагерді қарап отырыңыздар, қадірлі телекөрермен.
Серке ойын алаңның сыртына шығып кетті. Міне мүмкіндік бұл Мұсабай Сәрсебаев. Қай шіркін-ай. Мәреге жалғыз өзі келді және бұл салым. Өте тамаша. Ойынның бірінші кезеңінің ең соңғы минуты, қадірлі телекөрермен. Ең соңғы сәттерінде Мұсабай Сәрсебаев есеп айырмасын бір салымға болсын қысқартып кетті. Астындағы тұлпары Тұмар дейтін атақты тұлпарлар көп. 1981 жыл туған міне Мұсабай Сәрсебаев ойынның ең соңғы минутында, яғни бірінші кезеңнің соңғы минутында есепті 2-1-ге жеткізді. Қазір төрешінің ысқырығы қайта шалынған екен. Шеңбердегі Серкеге жетпей жатып, орта жолдан қайтты. Өткені бірінші кезең осымен тәмам, қадірлі телекөрермен. Енді бірінші кезеңдегі ең қызықты сәттерді сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша есеп 2-1 нарын алды. Міне ардақты ағайын, қадірлі телекөрермен, ойынның екінші кезеңінде басталды. Дегеннен ойын алаңның сыртына шыққан сәтті көріп отырмыз. Енді ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады. Нұрдәулет Момыновтың пәрменімен Мұсабай Сәрсебаев пен Болысбек Мейірбек жекпе-жекке түсіп кетті. Серкенің тақымға басқан Атыраудың сабазы. Бұл жігіттерді сабаз дөмен қатар сарбаз дөуге де келетін шығар. Өткені әрдайым ат үстінде елдің жердің қорғануынан нағыз соғыс өнерінен туған ойын екен, білесіздер көкпардың. Сондықтан болса керек, ердің ері ғана, жігіттің жігіті ғана аттың үстінде осы көкпар шабатыны белгілі жайт. Жерде жүріп, өз күшіңді өзің басқара алмай қаласың дейді. Бұл жігіттер аттың үшінде өздерінің ісінде баршасын қатар алып жүретін, қатар атқаратын азаматтар екені белгілі. Сондықтан болса керек, бұл көкпармен жалпы әлемнің көп мемлекеттері шұғылдануға сескенетінін жасырғымыз келмейді. Бірақ соңғы кездері Еуропа елдері, Америка құрама штаттары, былайша айтқанда, енді қазіргі көп дүниелердің шоғырланған жерлері сол батыс қызығып отқан бізге үлкен қуаныш. Көкпар демек әлемдік деңгейге жетті деген сөз. Оның дәлелі биыл Астанада өткен көкпардан әлем чемпионаты. Мұндай чемпионат, көкпардан әлем чемпионаты өтеді деген ұғым ұшықтаса түске кірмейтін дүние. Бүгінде ол орын алды. Қазақ Республикасы тұңғыш әлемнен тұңғыш көкпардан әлем чемпионаты атанып отыр. Мұның өзі де үлкен жетістік, қадірлі телекөрермен. Сонымен осындай мықты жігіттері бар. Шаршауды білмейтін, салым салуды басты мақсат тұтқан, атқанша кеп қақса да, бір-бірімен соқтығысып жатса да, қалың доданың арасында аяқ алып кетіп жатса да, оны ешқандай қиындық көрмейтін жігіттердің командасы бүгін алғызатыны белгілі. Сонымен Атыраудың жігіттері тағы бір салымға қол жеткізуге мүмкіндіктері бар. Бұл салым, қадірлі телекөрермен, бұл салымның авторы Серік Қарагөзиев, 1984 жыл туған. Қараңыздар,
қандай тамаша салымға қол жеткізді. 7-ші нөмірдегі Атырау облысының ойыншысы Серік Қарагөзиев торы тұлпарымен осылайша есепті 3-1-ге жеткізіп кетті. Маңғыстау облысының жігіттері жаңа бірінші кезеңнің соңғы сәтінде барып салым салып есеп теңестіре алмаған еді. Осы екінші кезеңде де сол соң күтіп сорлап қалмаса болғаны. Көрейік. Олқылықтың орнын толтыруға тырысып бағатын секілді Қанағат Сүйбаевтың шәкірттері қазір Серкені тақымға басқанымен атыраулықтар қапталдан соғып ойын алаңының сыртына шығарып жіберді. Міне қазір Темірлан Сейітбеков Серкені тақымға басқанын көрдіңіздер. Болысбек Мейірбекті тыста қалдырып кетті. Тамаша шабуыл. Темірлан Сейітбековтің тақымында Серке. Қадірлі телекөрермен, салым салуға мүмкіндік бар. Қазір аттың басын кері бұрып, тізгінді қайта қайтарып шабуылға шықты және жеке дара шығып кетуге қараңыздар, қандай тамаша мүмкіндік еді. Бірақ 2-ші нөмірдегі Рауан Жарменов салым салуға мүмкіндік бермеді. Тіпті Серкені өз тақымына басып алған жайы бар. Рауан Жарменовтың тақымында болатын Серке Серік Қарагөзиевке ұзатып берген секілді. Серік тақымдағы Серкеге берік бола алар ма екен? Көрейік. Қазір Серкені түсірмей мәреге қарай алып келе жатқан жайы бар. Дұрыстап өзіне ыңғайлы етіп Серкені қайта басам дегенде ойын алаңының сыртына да жақындап қалды. Осы себепті де Серкені жиекке тастап кеткен жайы бар. Әлде болса Серке жерде жатыр. 1 минуттың ішінде егер Серке көтерілмейтін болса, онда ортада жекпе-жек сайысымен жалғасады ойын. Төреші де соны күтіп тұрған жайы бар. Төрешінің ысқырығы естілді. Енді ортада жекпе-жек сайысы. Бір-біріне алдырмайды бұл жігіттері. Осылай жекпе-жекке шығып әйтеуір Серкеге иелі кететін болмаса, байқап отырсыздар ма? Жалпы жекпе-жекте жеңімпаз бұл Атырау облысының жігіттері болып тұр. Болысбек Мейірбекке тең келетін ешкім жоқ. Мұсабай Сәрсебаев бір рет алып қоям деп еді. Онысына қиындық тудырды. Екіншісінде әйтеуір Болысбек Мейірбектен айласын асырып кетті де ақырын жүріп барып бір салымды болғанын көрдіңіздер. Сол салыммен Адаят әзірге тоқтап тұрып, атыраулықтардың тақымында қоржынды 3 салым бар. Ерал Тойчиев қазір Серкені тақымға басты. Ерал Тойчиев бір салымнан айырылып қалған өздеріңізді жақсы білесіздер. Әлде болса Серке атыраулықтардың тақымында. Қазір Ералда емес Серке. Қараңыздар, аттың қарғып қалай бір орында тұрмай жатқан Жасұлан Айтбай қайтадан алып алған екен. Алғашқы 2 салымның авторы. Міне Жасұлан Айтбай тағы да қасқа атын тақымдап келе жатқанын көріп отырсыздар. Аттың тізгінін қалай ойнатады. Ары бұрып, бері бұрып. Шіркін ай десеңші. Мәреге тағы да жақындаған сәт, бірақ маңғыстаулықтар Серкеге жармасы болған жайлары бар. Екінші кезеңде Серік Қарагөзиев бір салым салып, одан бөлек салым салынар емес қос команданың да тарапынан.
Александр Пупенко салымсыз қайтпаушы еді ойында. Маңғыстаулықтар сол Сашадан үміт күтіп отқан жайы бар. Серке қайтадан жерге түсіп қалды. Кімілер екен? Жалпы қазір қазандық жоқ қой. Жерге тартып жатырмыз. Мәренің үстінен ары өтіп, бері өтіп дегендей. Сондықтан да бұл жерде көбінесе жекпе-жекте кімнің аты мықты, кімнің көкпаршысы жақсы сайланған, сол команда көбінесе жеңіске жетіп жатады. Өйткені Серкені жерден бірінші кім ілет, салым соныкі деп есептеуге болады. Өйткені баяғыдай қорғаныста алдынан адам күтіп алады. Қазандықтың алдын жауып тастаймыз дейтін әңгіме жоқ. Темірлан Сейітбеков пен Болысбек Мейірбектің арасындағы жекпе-жек. Темірлан Сейітбековке мүмкіндік бар қазір, шіркін-ай міне. Сол тақымына қарай басуға мүмкіндік алғанымен ат тұяғының астында қалып қойды Серке. Қазір Болысбек Мейірбектің аты бөксесімен итеріп кететін білді ме? Темірлан Сейітбеков бірден Серкені іліп алды да шабуылға көшкен жөні бар, бірақ атыраулықтар жан-жағынан қаумалап келе қалды. Аттың тізгінін осындайда кері бұрып жүрсе ғой шіркін. Кез келген ат икемге көнеді. Бұлардың бастары қайым екені белгілі. Міне, атыраулықтар қайтадан Серкені өз тақымдарына басып шықты. Серке ойын алаңының сыртында қайтадан. Ортада тағы да жекпе-жек сайысы болмақ. Үшінші орынға бір қадам жақындаған атыраулықтарды көріп отырмыз, қадірлі телекөрермен. Қазақстан Республикасының 17-ші рет өткен чемпионатының үшінші орынын осы Атыраудың Нарын құрамасы алу ықтимал, өйткені уақыт аз қалды. Темірлан Сейітбеков пен Болысбек Мейірбек қайта шықты. Темірлан Сейітбеков осы кездегідей өнер көрсету керек еді басынан бастап. Басында кішкене босто болған сыңайлы болды. Осылайша Болысбек Мейірбек әлде шаршап қалды ма қазір? Сізбен бізге нақты белгілі болмай тұр бұл дүние. Міне, Темірлан Сейітбеков Серкені қайтадан бірінші болып жерден көтеруге мүмкіндік алғанымен Болысбек бұл әрекетін болдырмай қойды. Міне қараңыздаршы, мүмкіндік қой бұл дейтін үлкен. Еңкею керек еді. Серкені Болысбек Мейірбек алды бәрібірде жерден. 2 минуттың ішінде Серке жерден көтерілмесе, онда атты адамда ауысуға тиісті болатын, бірақ 2 минутқа жетпей Серкені Болысбек өз тақымына басып алған жайы бар. Қайтадан Серік Қарагөзеевтің тақымына салып берді. Жалпы жекпе-жекшінің негізгі миссиясы осы. Мүмкіндік болса өз командаласына жүйрік атты мінген шабандозға ұсатып беру Серкені. Міне Серік Қарагөзеев келді мәреге. Бұл салым болар ма екен? Жоқ. Осымен екі салымдары нәтижесі аяқталып отыр. Екі шабуылдар нәтижесі аяқталды. Бірі Серік Қарагөзеевтікі, міне екіншісі Ералы Тойчиевтікі болған бағана. Мінекей, осы екі салымнан шатаспағанда атыраулықтар 5-1 есебімен шығатын еді. Бүгінгі ойында енді маңғыстаулықтарға расымен де ойын көрсетпеді атыраулықтар. Оны мойындауымыз керек. Нарынан келген нарқасқалар Маңғыстаудың маңғаз ойыншыларын
бул жерде көпке апарган жок. Мусабай Сәрсебаев қазір Серкені өз тақымына басты. Мусабай Сәрсебаев жаңағы ойында да жекпе-жектен жеңіп шыққаннан кейін бір шабуылдың салымға айналдырған болатын. Александр Пупенкаға ауыстырып жіберді Серкені. Александр Пупенка Серкені тақымға басып алған. Александр Пупенка жүректі, білекті шабандоздардың бірі. Қазір қараңыздар, аттың тізгінін қалай бұрып. Серкені бермейді. Атыраудың жігіттері атты қозғалтқанмен Александрдың тақымын қозғалталар емес. Шіркінай. Не деген тас түйін тақым десеңізші. Ай, десекте қазақтың палуандары бұл Серкені жылып алған жайы бар. Көрейік, ойынның аяқталуына небәрі санаулы минуттар ғана қалды. Темірлан Сейітбеков пен Болысбек Мейірбек. Болысбек Мейірбек қайта басып шықты Серкені. Ерал Тойчиевке ұзатып жатқан жайы бар қазір. Бұл жігіттер қазір Серкені алып ойын алаңның сыртына шығып кете берсе де жеңіп тұрған жайы бар. Есеп 3-1. Атыраудың нарына алда. Мусабай Сәрсебаев пен Болысбек Мейірбек қазір қайтадан ортадағы шеңберде жекпе-жекте өнер көрсетіп жайған жайы бар. Міне Мусабай Сәрсебаев қазір Серкені өз тақымына басып алды. Мусабай Сәрсебаев жалғыз өзі тұрған сәтті көріп отырсыздар. Бірақ жақсылап тұрып Серкені өз тақымына басып алды. Енді шабуылға шығуға тырысады. Александр Пупенкаға Серкені ұзатып берді. Александр Пупенка қазір Серкені алып, қарагер атымен жалғыз өзі жеке дара шығып кетуге мүмкіндігі алды. Қараңыздар, қалай өтеді қалың доданың арасынан. 4-ші нөмірдегі Алтынбек Ибрагимов қазір қорғанысты өнер көрсетуде. Александр Пупенка ойын алаңның сыртына шығып кеткен сыңайлы. Төрешінің ысқырығы естілді. Александр қанша Серкенің жерден алғанымен де, тақымға басып апарғанымен де атырауықтар салдырар емес. Тағы да ортада жекпе-жек. Жекпе-жегі көп, жанталасы көп ойын болып жатқанын көріп отырсыздар. Александр Пупенка тағы да Серкені өз тақымына басып алды. Осымен 3-ші мүмкіндігі, қадірлі телекөрермендер, Александр Пупенканың салым салмай қоймаймын дегендей ақ қарагер қасқамен мінеге басып бара жатқанын көріп отырсыздар. Серкені тақымға басып тұра мәренің үстінде, және бұл салым. Ойынның 40-ші минуты, қадірлі телекөрермен. Жаңа айтқанымыз айдайы болып келді ғой. Соңында бір салым салып, бірінші кезеңнің, екінші кезеңінде ең соңында тағы бір салым салып отыр. Бір ғана салым айырмашылығымен қазір маңғыстаулықтар артта келеді. Бәлкім кім білсін, төрешінің келесі ысқырығы естілем дегенше тағы бір салымды болар ма екен. Бірақ ойынның аяқталғаны өкінішті. 3-2 есебімен ақ жайықтан келген Нарын Көкпар командасы жеңіске жетті, қадірлі телекөрермен. Осылайша біз атыраулықтарды осы чемпионатта 3-ші орынмен құттықтаймыз. Осы қос команда 3-ші, 4-ші орындарды өзара жыл сайын бөлісіп алып жүр. Алдағы уақытта финалға өтулеріне біз шын жүректі тілектестігімізді білдіреміз. Бұл Көкпар бағдарламасы. Бағдарламаның режиссерлары Руслан Дәулетов пен Нұрсұлтан Темірхан, комментаторы, редакторы әдеттегідей мен, өздеріңізбен бірге Қайырхан Мәулен. Амандықта жолығайық.